Мемлекет басшысы соңғы жолдауында ұлт денсаулығы мемлекеттің басты басымдығы деп атап өткен болатын. Яғни бұл дегеніміз қазақстандықтардың жоғары сапалы өнімдерді тұтынуы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың үндеуіне Қарабұлақ ауылының жастары өз үлестерін қосып, ауыл шаруашылығын дамыту бағытында еңбектенбек. Адамдар денсаулығы мықты болу үшін таза тамақ ішу керек. Сол үшін қайда біз осы жастарды жинап отырмыз. Енді бір жағынан ойлаймын, осы жастарды неге жинап отырмыз? Мынау ауыл көтеру үшін, экономиканы көтеруге. Мынау малды өсіруге. Сондай таза тамақ көбірек болсын дегенде, солай біз осы жастарды әдейі шақырдық бүгін. Енді ауылдарды былай көтеріп, бір жағынан біз неге Қарабұлақтан бастап жатырмыз? Бірінші Қарабұлақтан осындай жігіттерді, қыздарды жинап ауылдың. Сосын ол проект болып көрсетіп ауылда Қарабұлақта. Сосын күллі Қазақстанға жайын деп отырмыз енді. Ауыл шаруашылығын дамытуды көздеген жобаны таныстыру мақсатында арнайы кездесу ұйымдастырылып, оның барысына жергілікті атқарушы билік өкілдері, қала және ауыл тұрғындары мен қоғам белсенділері атсалысты. Хочу пожелать здоровья всем, успехов. Осы жобаны жүзеге асыруда сіздерге тек сәттілік тілеймін. Мұндай жоба бізге өте қажет. Себебі таза, сапалы азық-түлік денсаулық кепілі. Өз кезегінде жергілікті әкімдік осындай игілікті бастаманы қолдайды және мүмкіндігінше көмегімізді беруге тырысамыз деген әкім орынбасары белсенділік танытқан ауыл жастарына арнайы алғыс хат табыстады. Балконда сиыр жобасы Жер-ана Астана қоғамдық бірлестігі және Бірлік Қарабұлақ әйелдер ауыл шаруашылық кооператив тарапынан ұсынылды. Елімізде алғаш рет қолға алынып отырған тың идея қала тұрғындарына ауылда тұрмай-ақ өздерінің сиырлардан таза өнімдерге қол жеткізуге мүмкіндік бермек. Бұл жоба екі тарап үшін де пайдалы болады деп отыр мамандар. Бұл жоба біріншіден қала мен ауыл шаруашылықты байланыстыратын көпір деп айтуға болады. Өздерімізде қалада тұрғандықтан біздер сол таза өнімді іздейміз. Ол қиынға соғады. Сондықтан да мысалы мен ойымша бұл жоба балкондағы сиыр жобасы өте жақсы бір ыңғайлы және дәмді тағамды алуға, өзімнің ауылда сиырым бар деп айтуға барлық мүмкіндіктерді береді. Маңызды жоба алғаш рет Ресей Федерациясында 2014 жылы жүзеге аса бастап, бүгінде өз нәтижелерін берсе керек. Осылай деп мәлімдеген ұйымдастырушылар қала және ауыл тұрғындары үшін тиімді болатын жобаны қалада іске асыруды ағымдағы жылдың көктем айларынан бастауды жоспарлап отырғанды алға тартуда. Бұл ретте ең алдымен арнайы келісім шарт түзіліп, қала тұрғыны ірі қара малды сатып алады, ал оны бағып өсіру ауыл тұрғынына жүктеледі. 7 ай ол кісіде сүт болады. Сүт болғанда күнде 3 литр сол кісінікі. Ол кісі 10 литр алса, 3 литрі сол кісіде қалады. Анау қалаң адам алып кетеді, а 7 литр мына кісіде өзінің сиыр тұрған сол үйде қалады. Бұл бастама қалалық дүкен сөрелерінде ауыл өнімдері тапшылығынан және көп жағдайда шаһар тұрғындары таза азық-түлікке қол жеткізе алмайтындығынан туындап отырса керек. Айтулы жоба ауыл жастарын еңбекпен қамтуға, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру саласын дамытуға елеулі үлес қосады деп күтілуде. Самое главное – это получение продуктов натуральных. Ең бастысы қала және ауыл тұрғындары үшін таза өнім алу. Бұл жоба арқылы бізде өнімді өткізу мәселесі туындамайды, ал қалалықтар сапалы азық-түлікке қол жеткізеді дейді ауыл жастары. Рухани жаңғыру бағдарламасының идеясын жалғау етіп, ауыл жастарын белсенді болуға үгіттейтін осындай жобалар бүгінгі қоғамда маңызды. Балконда сиыр жобасы іске қосылысымен өңірімізге қарасты елді мекендерде ауыл шаруашылығы дамып ілгерілеудің көрінісі болмақ.